Иық белдеу сүйектерінің анатомиясы. Жалпы иық белдеу сүйектеріне негізінен екі сүйек жатады. Олар біріншісі бұғана, клавикула, екіншісі жауырын, скапула. Бірінші бұғанадан бастайтын болсақ, бұғана бұл S тәрізді формаға келеді, және де оның үш бөлімнен тұрады. Оның екі шетін ажыратамыз және денесін ажыратамыз. Бірінші шеті бұл төстік шеті, яғни төс сүйегімен бекем. Экстремитас стерналис, яғни төстік шеті. Одан кейін акромиомды, жауырынның акромиомды өсіндісімен бірігетін бұл акромиомды шеті экстремитас акромиалис, және осы екеуінің ортасында бізде бұғананың денесі орналасады, корпус клавикули. Және де бұл бұғана екі буын түзуге қатысады. Біріншісі бұл төс бұғана буыны, екіншісі акромиом бұғана буыны. Және де бұның үстіңгі және астыңғы беттерін ажыратады. Үстіңгі беті бұл суретте көріп тұрғандарыңыздай беті тегіс болып келеді, ешқандай бір түзілімдер жоқ. Ал астыңғы бетінде бірінші конус тәрізді төмпешік, туберкулум каноидеум орналасады. Және де осыдан акромиом шетіне қарай линея трапезидеум, яғни трапеция тәрізді сызық орналасады. Ал осыдан медиалды қарай бізде жүлге жатады. Бұғана асты бұлшықетінің жүлгесі сулькус мускулюс субклявия орналасады. Және де қабырға бұғаналық байлам батымсы орналасады. Қабырға бұғаналық байлам. Артрологияда осы байламға тоқталатын боламыз, яғни импрессио лигаментум костокlavicularis. Лигаментум костокlavicularis бекитін батынға. Одан кейін қоректік тесік болады. Ол денесінде форамен трюциум, мына жерде белгіленбеген, негізі ортасында кішігірім бір тесік болады. Бұл бұғананың өсуіне және қоректенуіне қажет. Тамырлар кіріп шығады. Одан кейін келесі иық белдеуінің сүйегі бұл жауырын. Жауырын латынша скапула. Екі беті бар. Қабырғалық беті, яғни қабырғаға қарап тұрған беті, және де артқы беті. Қабырғалық беті фациус касталис, және де артқы беті фациус тарсалис. Үш жиегін ажыратамыз. Бұл бізде біріншісі медиалды жиегі, яғни омыртқа жотасына жақын жатқан аймағы медиалды жиегі, марго медиалис. Латеральды жиегі, омыртқа жотасынан алыс жатқан жиегі, марго латералис. Және де жоғарғы жиегі, марго супериор. Одан кейін бұның үш бұрышын ажыратамыз. Төменгі бұрышы ангулус inferior, жоғарғы бұрышы ангулус superior, және латеральды бұрышы бұл бізде ангулус латералис деп аталады. Одан кейін жауырынның артқы бетінде біз не көреміз? Жауырынның артқы бетінде біз жауырын қылқанын көреміз. Яғни жауырын қылқаны ұзын қылқан болып табылады. Спина скапуля бұл жауырынды екі шұңқырға бөледі, яғни жоғарғы және төменгі жауырын шұңқырларына. Бұл қылқан үстілік және де қылқан астылық шұңқырлар. Қылқан астылық шұңқыр фосса инфраспината, және де қылқан үстілік шұңқыр 31 санымен көрсетілген. Бұл бізде фосса супраспината деп аталады, және де осы аймақтарда бұлшықеттер орналасады. Одан кейін осы спина скапулядан ары қарай өсінді кетеді, яғни процессус акромиалис, немесе жай ғана акромиомды өсінді. Және де осы акромиомның бұрышын ажыратамыз бізде ангулус акромиалис. Артқы беттің басқа ештеңе көрмейміз. Енді бізде алдыңғы бетінде не болмаса қабырғалық бетінде не көреміз? Қабырғалық бетінде бізде үш санымен көрсетіліп тұрған тілігі бар. Инцизура, скапуля, жауырын тілігі. Одан кейін біз жауырын шұңқырын көреміз. Фосса скапулярис, субскапулярис, жауырын асты шұңқыры. Яғни жауырын сәл былай иілген болып келеді, және де осы аймақты біз жауырынның шұңқыры деп атаймыз. Фосса субскапулярис, жауырын астылық шұңқыры. Одан кейін құс тұмсық тәрізді өсінімді көреміз. Процессус карпедеус екі санымен көрсетілген. Одан кейін біз латеральды бұрышында не көреміз? Жоғарыда айттық үш бұрышы бар, енді осы латеральды бұрышында не көреміз? Латеральды бұрышында біз 24 санымен көріп тұрған бұл бізде буындық ойыс, кавитас глениталис. Кавитас глениталис бұл тұқпан жіліктің басымен беттесіп иық буынын құрауға қатысады. Және де осы кавитас глениталистен жоғары және төмен екі буындық төмпешік орналасады. Біріншісі бұл жоғарғысы туберкулум супраглиниталия, ал төменгісі туберкулум инфраглиниталия. Және осы жауырын тілігімен осы төменгі
Бұл астылық төмпешікті қосатын сызықта бізде жауырынның мойны жатады. Колем скапули.